Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2022 жыл жарық көрген Бейсенбі атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Дәулетті ата-аналар балаларын үйде орналасқан балабақшаға әкеп тастайды. Барлығы қуана ішке кіріп ойнап жүреді. Сонда 3 аптадан бері ауырып келмеген тәрбиеші Нена келеді. Бүлдіршіндерді шақырып, олар бірден апайларын құшақтап, қуанып, қоршай кетіп, тәрбиеші де балалар да сағынып қалғандары білінеді. Сөйтіп ертең Нихарика атты қыздың туған күні екенін ұмытпаған, себебі екеуінің туған күндері бір күнде екен. Ертең демалыс, мүмкін бүгін өткізіп жібереміз ба деп анасына ой тастап өтетін болады. Тортты жеке шопырынан беріп жіберуін айтады. Күтуші Савитрияда бір жұмысым бар еді деп сұранғандай болады. Нена барып кел, балаларға өзім қарай аламын деп жібереді. Рохит деп ғашығын іздейді. Оны тауып екеуі әңгімелесіп, ол адвокат екен. Оған кеңестер айтып, қыздың заң тұрғысынан да білімі барын байқаймыз. Жігіт қыздың туған күнін атап өтуге көндіріп, бәрін ұйымдастырам деп кетеді. Ешкім қалмаған соң балаларға кеп мультфильм қойып беріп, өзі бір бөлмеге кеп кереует астынан дайындап қойған сөмкені алып полицияға қоңырау соғады. Аты жөнін айтып 16 баланы тұтқынға алдым, менің талаптарым бар деп жеткізеді. Перделерді жауып тастап, есікті құлыптап, керек емес жердегі жарықтарды сөндіріп, балалар жаққа кеп қобалжып ойланып отырады. Арт жағында тапанша тұрады. Савитрия телефонын ұмытып кетіп кері қайтады. Сол кезде шопыр торт пен сэндвичтер әкеледі. Тапаншаны қыстырып, есікті ашып, ештеңе білдірмей оны кіргізеді. Шопыр қандай күшті, бақша мен үй бірге екен деп сөйлеп кеп асханаға қойғанда бір зат түсіп кетіп, оны көтермек болып еңкейгенде қаруды көріп қорқып кетеді. Оны кезеп тыныш дейді. Ер адам балаларды ойлаңыз, ешкімге айтпаймын деп жіберуін сұрайды. Бірақ қыз оны байлап тастап, аузын орап жатқанда күтуші кеп есікті тартады. Жабық болғанын біліп, басқа жақтағы есікке барады. Ал Нена еркектің телефонын өшіріп тастайды. Асхана жақтағы есікпен кіріп, мен қайтып келдім, телефонымды ұмытып кетіппін деп оны табады. Шашылған тағамдарды көріп жинайды. Ханым, бәрі құлапты, есік жабық деп айтып келе жатады. Сонда шопыр ымдап белгі бермек болады. Ханым деп тұрғанда аңылдаған адамның дауысын естиді. Есікке жақындап тыңдағанда ар жағында қыз күтіп тұрады. Шопырды көргенде Нена оны да ұстап алады. Савитрия дірілдеп қорқып отырады. Сіз онда емессіз, сізді біреу мәжбүрлеп жатыр ма деп түсінуге тырысады. Балалар күліп мультфильмді көріп отырады. Әйелдің де телефонын сөндіреді. Сонда полиция келіп, не болып жатыр деп күзеттен сұрайды. Ештеңе білмейтін ол бәрі жақсы дейді. Есікке құлағын тосып тыңдайды. Мультфильм көріп отыр, бекер уақыт кетті деп келе жатқанда комиссар көмекшісі аяғы ауыр Кэтрин кеп қалады. Бәрі жақсы, жай ойнап хабарласты деп жатқанда Нена олар сенбеді деп есікті жай ашып, тапаншамен аспанға атады. Тығылған олар адамдарға қашыңдар деп қыздың телефонын сұрап алады. Қызға хабарласып, өзін таныстырып, қанша бала және кімдер барын сұрайды. 16 бала деп айтып, Джавид Канмен сөйлесемін деп 1 сағат уақыт береді. Сыртта полиция жан-жаққа жайғаса бастап, жақын маңдағы адамдарды қауіпсіз жерге шығарады. Нена шопыр мен күтушінің алдында отырып видео үндеу жазады. Оны ата-аналар чаты мен интернетке жібереді. Бұл әзіл емес, балалардың өмірі полицияның іс-қимылына байланысты дейді. Рохитқа жолдасы қоңырау соғып жағдайды айтса, ол пранк деп ойлап сенбейді. Сонда қыздың видеосын жібереді. Ол тез кері бұрылады. Кэтрин қыз сұраған Джавидті шақыртып алады. Ол инспектор екен, бірақ олар Нена екеуі бір-бірін танымайды. Сыртта ата-аналар бізді кіргізіңіздер деген сынды наразылықтарын білдіріп тұрады. Оларды кіргізе алмайтынын айтып жеткізеді. Штабқа кіріп Ненаға қоңырау шалады. Өзін Джавид деп таныстырып, іште жазықсыз балалар бар. Бұны сіз ғана тез аяқтата аласыз деп оның тоқтатуын сұрағандай болады. Бірақ қыз енді басталып жатыр дейді. Сонда Джавид неге оны шақыртқанын білгісі келеді. Нена ол туралы керемет іздеуші ретінде жазылған мақаладан оқығанын айтады. Сонымен қыз 50 миллион сұрайды. Тек бір бала ғана жіберемін деп 1 сағат уақыт береді. 10 минуттан кейін Нена тағы видео жүктейді. Ол жерде полициядан ақша сұрағаны. Егер бермесе сағат сайын алфавит тәртібі бойынша бір баладан өлтіріп отырамын. Бірінші Акаш болады дегенде ата-анасы жылап қалады. Ал арналар болса шұғыл жаңалық таратуға дайындалады. Жан-жақта тілшілер қаптап жүреді. Ештеңе білмейтін балалардың көздерін жұмғызып, ойын ойнатқызып, арттарынан тапаншаны кезеп видеоға түсіріп жүреді. 32 минуттарыңыз қалды деп ескертеді. Содан полиция бастығы кеп, біз ақшаны дайындап қойдық дегенде
Джавид бергісі келеді. Ал Кэтрин ол ештеңе істей алмайды, балаларды өлтірмейді. Кіріп 2 минутта құрықтауға болады десе, жігіт өлтірмейтініне кепілдік бересің бе деп басып кіруге қарсы боп, шыдай алмай кетіп қалады. Басыға қателеспеуіміз керек деп шешуді тапсырады. Сонда Кэтрин Ненаның барлық байланыс құралдарын өшіруін, тек қоңырау шалуды ғана қалдыруын тапсырады. Сосын Джавид естімесін деп рацияны басқа арнаға ауыстырып бастаңдар деп бұйырады. Сонда полиция жасағы кіруге әрекет жасайды. Ал екінші қабатқа журналистер тығылып өтіп, тікелей эфирге шығарады. Асханада жүргенде теледидардан полиция босатады дегенде естіп қалғанда ол өшіп интернетте сөнеді. Джавидке хабарласып, бұл жерде полиция жүр, егер тоқтамасаңдар көреміз не болатынын деп ескертеді. Білмейтін жігіт арт қарағанда Кэтринді рациямен көріп қалып, не істеп жатсың деп қарсылық білдірмек болады. Алайда әйел оны тыңдамайды. Полиция есікке жақындайын дегенде бір арбаға аяғы тиіп құлатып алады. Жақында жүргенін білген Нена есіктен шығып оқ жаудырады. Джавид рацияны жұлып ап, кері қайтыңдар деп бұйырады. Қыз балаларға жүгіріп кеп, сыртта жаман адамдар бар, оларға тойтарыс беремін деп құлақтарын жапқызады. Негізгі есікке жақындап, сәл ғана ашып, күтіп тұрып, сыртқа оқ атып жауып қояды. Тұтқындарға кеп, телефондарын қосып, өзіне Wi-Fi таратып, интернетке шығады. Тапаншаның оқтарын ауыстырып алып, Акашты шақырып алады. Әлгі атыс ойынын ойнайық деп оны телефонға түсіріп тұрады. Ол ойын ойнады, тәрбиеші тапаншаны кезеп, тікелей эфирде түсіріп, барлық уайымдап қарайды. Джавид Кан ескерткен едім деп баланы атып салады. Буква А. Акаш. Бастығы Кэтринді бұл жұмыстан босатып, қыз туралы бәрін білгісі келетінін жеткізеді. Нена не болды деген балақайларға жаман адамдар келді. Бірақ мен оларды қуып жібердім деп, оларға мультфильм көріңдер дейді. Сөйтіп қайта интернетті қосады. Шотына ақша түсіп, түрлі хабарламалар келеді. Кейін Джавидке хабарласып, екі адамды тауып беруін айтып, Ракеш пен Черан деп аттарын айтып, премьер-министрмен байланыстыруда қалайтынын жеткізіп, тұтқаны қояды. Сол кезде Нена үндеуді премьермен байланысқа шығуын қалап, болмаса тағы бір баланы өлтіретінін жаңалықтан естиді. Кейін Нена бір қызды босатып жібереді. Премьер ішкі істер министрі мен қауіпсіздік агенттігінің басшысымен тілдеседі. Олар Ненамен сөйлеспеуін қалайды. Басып кіріп ұстайық дегенде болмайды. Көрдік не болғанын, бірақ барлығы дайын болу керек деп әңгімені тоқтатады. Содан Рохит келіп көмек бергісі келетінін айтқанда, Джавид сіз оны қашаннан танисыз деп сұрақ жауап ала бастайды. Қызды 7 жылдан бері танитынын, оның анасы барын айтқанда оған қоңырау шалдырады, бірақ өшірулі болады. Нөмірін адамдарына түсірткісіп, қайда екенін біл деп жібереді. Сөйтіп премьер менімен сөйлесе 2 баланы жіберемін деген видео түсіреді. Премьер көмекшісімен ақылдасып, өзі ойланып, егер сөйлесем тағы 2 бала босап, оның ары қарай қандай талап қоятынын білеміз деп сөйлесуге бел буғандай болады. Содан Ненаға телефон шалады. Оларды полиция тыңдап отырып, қыз уәде еткенде 2 баланы жіберемін. Мен бәрін жібере аламын, егер кеп менімен бетпе-бет сөйлессеңіз деп оның келгенін қалап телефонды қояды. Арасында бір бала Акашты сұрағанда, ол ұйықтап жатыр деп түсіндіреді. Ол кезде Кэтриндар Ненаның үйіне кеп тексеріп, ақтарып тінтей бастайды. Компьютерін ашқызады. Джавидке хабарласып, анасының суретін тапқанын, оның медитация орталығында екенін айтып жеткізеді. Қыз 2 баланы босатады. Сөйтіп премьердің көмекшісі комиссарлармен бірге премьердің атынан Джавидке ол қызбен кездеспейтінін айтып, мәселені шешуін талап етіп, телефонды қоя салады. Сонда қызға хабарласып, министр жолықпайтын болды, тек ешкімді өлтірме дегендей өтінеді. Сөйтіп бір баланы суретке түсіріп, 2 ересекті де түсіріп алып, премьер кездесуді қаламады. Кімнің тірі, кімнің өлгенін сіздер шешесіздер деп суреттерін жариялайды. Бұны көрген премьер ашуланып, кім айтты мен кездескім келмейді деп бас салып кіреді. Сонда олар жағдайға байланысты солай шештік. Шешімді тез қабылдау керек болды дегенде, бұл менің онымен сөйлеспейді деген сөз емес деп ашуланып кетеді. Медитация орталығына кеп, Ненаның анасын тауып, Кэтринге хабар береді. Оны Мумбайға әкелуін талап етеді. Балаларға ұйықтайтын уақыт келді деп құлаққаптарын киіп жатады. Оларға музыка қосып береді. Сөйтіп ересектерге кеп дауыс беру арқылы шопырға сенің өлгеніңді қалайды деп дауыс нәтижесін көрсетеді. Савитрия әжетханаға барғысы келетінін айтқанда, оның қолдарын босатып, аяқтарын шешкенде қызға тап беріп итеріп жібереді. Тез шопырды босатады. Ол қызбен арпалысады. Балалар ештеңе естімей музыка тыңдап ұйықтап жатады. Шопырды аударып алғанда әйел арқасына жармасады. Оны ұрып құлатып, еркекпен төбелесіп, екеуі құлап жатып қалады.
өздеріне кеп тапаншаны тауып екеуі бір-бірінен алмақ боп тыпырлап жатып, бүлдіршіндер жатқан жаққа қарай кезеніп кетіп оқ атылады. Барлығы тағы баланы өлтірді ма деп шулай кетеді. Сөйтсе оқ шопырдың аяғына тиген екен. Қайта екеуін байлап тастап, аяқ киімін шешіп, видеоға түсіріп көрсетеді. Егер премьер жауап бермесе, 3 тұтқынды өлтіретінін жеткізеді. Аяғын бинтпен орап қояды. Кейін Нихариканың туған күнін тортпен атап өтеді. Сонда жас кезі есіне түсе бастайды. Мектеп автобусында жалғыз қалғанда оған бір жігіт қарап тұрады. Сол жігітті полиция тауып ұстап алады. Ракеш деген сол боп шығады. Анасында әкеліп Рохитпен отырғызып, біз білмейтін нәрсені айтып беріңіздер дейді Джавед. Анасы қобалжып терлеп кетіп, бұған сіздің де қатысыңыз бар. 2007 жылы болып еді деп бұрынғы кезін есіне түсіреді. Сөйтсе анасы қызын зорлаған адамдарды таптыңыз ба деп 2,5 жылдан бері Джаведке келген, бірақ олар бұл іске мән бермеген екен. Есіне түсіп, жігіт жылап шыдай алмай шығып кетеді. Кэтрин кеп дәрігері ол зорланғанын айтты десе, бұл іспен біздің бөлім айналысқан. Алайда біз басқа атышулы іспен айналысып атақты болуды қалап едік. Есіңде ма дейді. Кэтринде болған екен. Біз атақты болдық, бірақ жарақат алған қыздан кері бұрылдық деп, қазіргі іске мен кінәлімін деп өзін кінәлай кетеді. Ақыры бұл жерге премьер-министрді ат басын бұрады. Журналистер таңғалып, неге жындының талабын орындап жатыр деп жарыса жаңалық таратып жатады. Қызға қоңырау шалдырады. Нена кіргенін қалағанда, мен кіре алмаймын десе, онда неге келдіңіз? Мен балаларды уайымдап келдім. Саған ешкім сенбейді, себебі сен бүлдіршінді өлтірдің дейді. Сонда қыз күте тұрыңыз деп күтуші әйелді жібереді. Қасында өлтірді деген Акаш бар екен, ол тірі боп шығады. Енді маған сенесіз бе? Мен өлтіруші емеспін. Тек өз премьеріммен сөйлескім келеді дейді. Сонда ол телефонды беріп, Джаведке иә деп басын изейді. Джавед бірге кіретінін айтып жеткізеді. Екеуі ішке кіреді. Олардың кіргенін білгенде есікті жауып қойып, екеуі бір-біріне тапаншаны кезеп, премьер сен қалауыңды алдың, мен келдім, бұл қажет емес деп тыныштандыруға тырысып, екеуі де қаруларын түсіреді. Балаларды сұрап, олардың қауіпсіз жерде екенін біледі. Премьерді телефонды дайындап қойған үстелге отырғызып, интернетті тікелей эфирге қосады. Барлығы телефондарына үңіле кетеді. Шотына кіріп, премьерге жіберіңіз деп қаратады. Не екенін білгісі келген премьерге бұл зорланған әйелдердің қорларының тізімі екен. 50 миллионды солар үшін сұратыпты. Әйел ақшаны аударады. Осы үшін бе десе, бұл тек басы ғана деп, зорлау үшін өлім жазасын сұрайды. Заңды жалғыз шеше алмайтыныңызды білемін, бірақ сіз заңды қабылдауға көмек бере аласыз дейді. Ресми статистика бойынша елімізде әр 16 минут сайын бір әйел зорлайды. Оларды қорқыту үшін осындай заң керектігін жеткізбек болады. Балалардың не кінәсі бар десе, егер олар болмаса полиция тез келмейтін еді. Джавед Кан мен сіз де мұнда болмайтын едіңіз. Ракешті де ұстамайтын едіңіздер. Бірақ ол емес мені зорлаған деп таңғалдырады. Мен оның түрін ешқашан ұмытпаймын. Ол мені зорлап жатқанда қолымды ұстап деу көздермен қарап тұрды дейді. Сонда премьер жауызды табуға уәде береді. Нена болса керек емес, ол артыңызда отыр дейді. Сөйтсе ол жауыз шопыр екен. Барлығы таңғалып қарайды. Ты помнишь? Тогда в школьном автобусе. 3 апта алдын мына хайуан Нихариканың қолынан ұстап, мен оның шопырымын деп мектепке келді. Сонда мен қимылдай алмай қалдым. Бір күні ол кішкентай қызды зорлап кетсеше деп айта алмай жылап қалады. Бәрі Нена не үшін мұндай қадамға барғанын түсінгендей көздеріне жастары толып қалады. Ол өз атын өзгертіп жазадан құтылып кетті. Мен оның бостандықта жүргенін қаламадым. Сөйтсе әдейі шопырыңыз тортты әкелсін деп оны ұстаған екен. Содан тапаншаны алып тұрғанда шопыр ол жынды өтірік алдап жатыр деп ақталады. Нена шыныңды айт деп шопырға қаруды кеседі. Ал еркек болса Джаведтің қолындағы тапаншаны жұлып ап атпақ болады, бірақ атылмайды, себебі сақтандырғыш қосылып тұр екен. Нена шопырды атып тастайды. Ішіндегі бар зарын шығарып айқайлап жылайды. Оны ұстап балаларды босатады. Түрмеге келген қызды бәрі танып қарсы алады. Ал премьер Нена айтқан заңды парламентте көтереді. 6 айдан кейін түрмеде мұғалім болған қыз үстелге кеп газеттен бейсенбі күні Үндістан оянды атты мақаланы оқып, өлім жазасы туралы заң қабылданғанын көріп, көзіне жас кеп қуанады. Әділдікке жете алмай бүлдіршіндерді тұтқынға алу арқылы керең биліктің құлақтарын есіткізіп, өз әділдігіне жетіп, зорланудың алдын алу үшін бостандығы тіпті өмірін қиюға дайын болып дегеніне жетеді. Осылай фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.